Құрметті достар, бүгін біз ағылшын пәнінен екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Біз осының ішіндегі сөздерді тауып жазуымыз керек. Айлардың және жыл мезгілдерінің. Енді бізде айларды табатын болсақ, 5 сөз, 5 сызықша тұр бұл жерде. Бізде біріншісі November, July, January, September, May. Енді біз осының ішінен табатын болсақ, бізде November мына жерде тұр. Міне, November қошап қойдым. Одан кейінгісі July, ол мына жерде тұр. July. July. January бізде мына жерде тұр. January. Одан кейінгісі September, бұл жерде тұр. Содан кейін May. Ол мына жерде тұр. Бұл енді бізде айлардың аттары болды. Енді біз жыл мезгілдердің аттарын табуымыз керек. Бізде біріншісі Spring, Autumn, Summer, Winter. Осының ішінен табатын болсақ, бізде Spring осы жерде тұр. Autumn мына жерде, Autumn, Summer мына жерде, ал Winter мына жерде. Яғни Winter қыс, Spring көктем, Autumn күз, Summer жаз болады. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.